Сәлеметсіздер ме құшар, қалдарыңыз қалай? Біз сіздермен бүгін IELTS-тағы numbers туралы айтамыз. Яғни бізде IELTS-тағы адамдар, бізді тексеретін адамдар прям өте қиын қылып береді бір-біріне ұқсайтын сөздерді. Яғни ол қалай 13 пен 30 ағылшынша айтылуы, қазақша ол кәдімгідей сезеді, иә, ағылшынша ұқсайды бір-бірімен. 13 ол 13, 30 деген 30. Бір-біріне қатты ұқсайды, иә. Осы орайда шатаспас үшін сіздерге бір тиімді нәрсе, тиімді жолы, бір фишкасы 13 деген кішкене n естілмей қалады, бірақ сәл ұзақ айтылады, чем 30 деген кезде, қараған кезде мынау кішкене и деп бір ударение жақсы түседі, мықты түседі. Сол үшін осыны ескеріп, қатемен жұмыс жасап, прям өте көп практика жасаңыздар, үйренісіп кетесіздер. Мысалы 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90. Бұл енді дәл қазір уже түсініп алдым, оңай екен деген сияқты болмайды, себебі сіздер практика кезінде кішкене көбірек қате жіберулеріңіз мүмкін басында. Менде басында солай еді, кейін бірақ өте көп практика жасаған арқасында менде қазір ешқандай қате болмайды именно осы жағынан. Сол үшін сіздерге де практика жасаңыздар деп айтар едім. Барлықтарыңызға тілек тілеймін, сау болыңыздар.